Ассалаумағалейкум. Мен сіздерді бұл энерджи компаниясы ұсынып отырған керемет өнімдермен қысқаша ғана таныстырғым келіп отыр. Мен водорастворимый полиурен деген өнімнен бастайын. Бұл енді керемет дүние, кәдімгі суға езіп ішеді адамдар. Бұл негізі бактериялармен өте белсенді күреседі. Түрлі жаңағы аурулар бар ғой, енді өздеріңіз білесіздер, тұмау деген сияқты, солардың барлығы бактерияның кесірінен. Және де мына спортпен айналысатын адамдарға таптырмас дүние. Негізгі бұл кімдерге арналған? Егер де нейро жүйесі ақау беріп отырса, мына жүрек жүйесі ақау берсе, иммунитет төмендесе, метаболизм дейді ғой, мынау артық салмақ, энергия жоқ болып, сөйтіп адам өзін жайсыз сезінетін болатын болса, осы мына водорастворимый полиуренді бірнеше тамшы суға тамызып, күнделікті соны қабылдап жүретін болатын болса, әсері бірден бір сезіледі. Келесі дүние бұл май негізінде жасалған үш өнім. Бұлар енді бір-бірінен ажырамайды. Мына майға қосқанның әсерінен мына конопляное масло дейді, оливковое, тыквенное масло, осы майдың өздерінің әсерлері бар. Және де майлар мына полиуреннің әсерін одан арттыра түседі екені. Өздері утро, день, вечер деп аталады, енді өз аттары өздері айтып тұр. Біреуін таңертең қабылдаса, біреуін түс мезгілінде, біреуін кешкісін қабылдау қажет. Әсері бірден бір сразу сезіледі. Бұл енді кімге арналған? Кім компьютерді көп отырса, және де өзін серік сезінгісі келетін болады. Мына қалада тұрған адамдарға, өзінің белсенділігімен жастығын сақтаймын деген адамдарға, мына шаш, тері, тырнақ жақсы қалпында болсын десе, әрине бұл майларды міндетті түрде қабылдау керек. Келесі бұл негізі, мен өзім былай деп айтам, бұны әйелдерге арналған деп, бұл омолаживающая сыворотка дейді, полиурен қосылған. Бұл енді шынында да әйелдерге арналған, өйткені бұл қартаюға қарсы әсер етеді. Коллагенді өндіргеніне әсер етеді. Метаболизммен бұл да күреседі. Меланин жаңағы соның пайда болуын азайтады, бактерияларды жояды. Бұл анти-эйдж деген ұғым бар. Қартаюға қарсы негізі әсер етеді. Әсіресе айтып отырмын ба, әйелдерге арналған. Мына бет терісін, мойын терісін, кеуде терісін тез қалпына келтіреді. Егерде құрғақ болса, оны ылғалдандырады. Егерде артық май болатын болса, оны қалпына келтіреді. Түрлі енді бір жаңағы шығулар шығады, содан кейін енді жас келгеннен кейін тері өз түрін жоғалта бастайды ғой. Сол кезде қолданатын дүние. Келесі дүние бұл крем для рук деп тұр. Бұл әрине енді аты өзі айтып тұр. Бұл қолға арналған дүние. Қолдың терісін қартаюдан сақтайды, жақсы ылғалдырады. Содан кейін қолда да пайда болған түрлі дақтармен күреседі. Осы кремді қолдана отырып, қолыңыздың жаңағы қазақша айтқанда жасаруына көмектесесіз. Регенерирующий гель деген енді керемет дүние. Бұл түрлі жараларды тоқтатады. Ал енді сол жаралардың жазылуын тездетеді. Бұл негізі арналған түрлі жаралар болады ғой енді. Шығулар шығады. Не болмаса адам
қолын күйдіріп алады, кесіп алады, сырып алады деген сияқты соған арналған дүние. Негізгі несі бұл әрине полиренді қолданғанның арқасында айтып отырмын, мынау жаңа күйген, кесіп алған, не болмаса адамдар жатып қалғанда қиын болады, мына терісі іріп бастайды. Қолды қажаған түрлі шығулар, тағы да дерматит дейді, экзем, бір енді жәндіктер шаққан кезде, не болмаса қыз-келіншектер әсіресе көңіл бөліңіздер, мына косметологический процедура дейді ғой, бетті жаңа механически тазалап жатады, лазерный шлифовка, құдай сақтасын, әйтеуір неше түрлі, соның барлығын ауыр тұратын болса, соны тез баса қояды. Соңға айтарым, бұл гель бальзам для тела дейді. Бұл енді үлкендерге арналған. Үлкендерге арналған, өйткені бұл ең бірінші әсері мынау аяқ қол сырқыраған кезде, иық бел сырқыраған кезде қан айналымын жақсартады. Мына көгеріп қалғандар болады ғой, түрлі дақтар, соларды тез кетіреді. Мына егерде еттеріңіз ауырсынып тұратын болатын болса, соны қалпына келтіруге әсер етеді. Сонымен құрметті ағайын, осындай қысқаша ғана шолу осы компанияның өнімдеріне. Енді болашақта бұл слайдтарды қазақшалап жататын болатын болса, әрине кішкене бұдан да тереңірек шолу болады. Бірақ негізінде мен бұл энержидің ұсынып отырған өнімдерінің қандай ерекшелігі бар, адам затына қандай әсері бар деп жеткізе алдым деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз болып жататын болатын болса, әрине хабарласыңыздар. Осы видеоны жіберген адамға хабарласыңыздар. Не болмаса чаттарға, телеграм каналдарға қосып, содан көбірек ақпарат алуға болады. Саламатта болыңыздар, ең бастысы дендеріңіз сау болсын.